Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын испанский чизкейк пісіреміз. Өздеріңіз білесіздер, 2020-2021 жылдың хит чизкейкі деп айта аламын. Дәмі ауызда ериді. Менің арнамды жоғалтып алмас үшін тіркеліңіз және де лайк басып, қоңырау басыңыздар. Қоңырау бассаңыздар, менің жаңа рецептлерім сіздерге көрінетін болады. Ал кеттік, бастайық. Творожный сыр керек бізге. Творожный сырдың үстіне шекерді салып, ең төменгі жылдамдықта миксерлейміз. 4 жұмыртқа керек болады. 4 жұмыртқаның бәрін бірдей салмайсыздар. Бір-бірден сала отырып, ең төменгі жылдамдықта миксерлейміз. Жұмыртқа барлығы біткенше осылай қайталайсыздар. Бізге сливки керек болады. Сливки қоямыз. 33%-дан төмен болмау керек. Сливкиді де ең төменгі жылдамдықта араластырамыз. Және де соңғы қоспа бізде кукурузды крахмал. Бұны да төменгі жылдамдықта араластырамыз. Мінекей дайын қоспамыз. Жан жағын тазалай отырып, аудара отырып араластырасыздар лопаткамен. Мен торт жинауға арналған форманы қолдандым. Фольгамен қаптап, астын, жанын және жан жағына пергаментная бумага төседім. Жабысып қалмау үшін формаға. Дайын болған қоспамызды саламыз. 200 градус пеште 1 сағаттай пісіреміз. Беті қызарғанша пісіресіздер. Мінекей осылай қып-қызыл болу керек, және де қозғағанда былқылдап тұру керек. Осы әбден суымайынша формадан алмайсыздар. Суығаннан кейін ғана жан жағын пышақпен кесіп, жабысып қалмау үшін, формадан оңай алыну үшін осылай істейсіздер. Мінекей формасын алып тастаймыз. Әрлеу жағы әркімнің өз еркінде, фантазияңызға байланысты. Мен түрлі түсті жеміс жидектермен әрледім. Клубника, голубика, қалағаныңызша. Немесе әрлемей-ақ дәл сол қалпында ұсынсаңыздар да болады. Нетающая сахарная пудра себеміз, еріп кетпеу үшін. Кәдімгі сахарная пудра сепсеңіздер, тез еріп кетеді. Ұзақ уақыт сақталып тұрсын десеңіздер, нетающая сахарная пудра алыңыздар. Кез келген кондитерский магазиндерде сатылады. Шоколадты кәдімгі ыстық суда ертіп аласыздар. Пакетпен бірге ыстық суға салып ертесіздер. Мінекей осымен дайын, ас болсын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Лайк басып, менің арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліңіз, және де қоңырауды басыңыз. Қоңырауды бассаңыз, сіздерге менің келесі жаңа видеоларым автоматты түрде шығатын болады.